Қазылар алқасының шешімімен финалға 2 жұп шықты. Інжу Жаңабай және Ағнұр Зейнулла. Екінші жұп Нұрислам Рағат, Мейіржан Баршынбай. Қазылар алқасының төрағасы Ринат Зайтовқа бір ауыз пікір болсын. Неге бұлай жұптаған? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, жастар. Ең бірінші, сіздерге рахмет. Осындай айтыстың көрермені болып, жанкүйер болып, өздеріне ұнаған ақынына қошемет көрсетіп жатқан. 100 жасаңыздар. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, финалға ақтықсынға 4 ақын шықты. 2 қыз, 2 жігіт. Қазақша айтқанда, кешеден бері бүгін де өзі шыққан 4 жұптың барлығы қыз бен жігіт болды. Ал оза шауып жатса, тағы бір жұп шығаруымыз мүмкін қазір 4-еуінен. 10 біріктеуіміз мүмкін. Біздің басты мақсатымыз ертеңгі айтыстың абадандары мен ханшайымдарын, аққуларын деп айтайын деп едім, бұлай. Тәрбиелеу. 98 жылы финалға Құралай мен Әлкенбаева мен Айнұр Тұрсынбаева шықпағанда екеуі не айтарын білмей қалған сасқалақтап. Өйткені тарихта болмаған қыз бен қыздың айтысуы. Ал мына ұстаханадан бүгінгі осы республикалық қола домбыра жүлдесі үшін айтысып жатқан ақындар ертең сондай айтыстарға барғанда мүдіріп қалмасын, ешкімнен тосылып қалмасын, жеңіліп қалмасын, осы жерден ұшталып шықсын деген ниетпен қыз бен қыз, жігіт пен жігітті салып көрейік деді. Қалай болатын? Қызықты бірге тамашалайық енді. Қалай болатын біз де білмейміз, сіздер де білмейсіздер. Ендеше ақындардың алғашқы жұбы Інжу Жаңабай, Жамбыл облысы және Ағнұр Зейнулла Алматының намысын қорғап келген ақын қызымыз. Жалынды жырға назар кім бұрмасын. Алла деп алдарыңа келіп қалдық, жырымыз көңілдегі мұңдырласын. Жайғасып қасымдағы орындыққа қарсылас бұйырыпты шыңғырдасын. Іріктеп ақындарды шығарыпты, жігерін жас ақынның құм қылмасын. 3-ші рет алдарыңа келіп тұрмыз, жаратқан сағымызды сындырмасын. Ай енуде берет дейді бөлек білім, отырсыңдар мына бізді елеп бүгін. Басқа студенттерім КВН мен көрсетеді қалжыңға зеректігін. Ал сен болсаң айтысты қолдайсың ғой, көрінеді махаббатың бөлектігін. Барлық студенттер сенен үйренсе екен, ақынын қалай қолдау керектігін. Астанада міндік жыр кемесіне, аруларын алып жүрсін елесіне. Ақындарын сыйлаған ел міне бүгін аруларын көтерді төбесіне. Айтылсын Ағнұр қыздың бағалы әні, бұл түрімен әлі көпке барады әлі. Айналайын алма Астанада айтыс қой деп жиналды ма бұл қыздың шабаданы. Үшіншіде екеумізді жұп қылды ғой, демеймін Інжу мені табалады. Жеребе
жеребе соқыр десе соқыр екен, жас түгілі жынысқа да қарамады ай о. Дайынмын түреге де қайымға да, көрінді мына бізге жайын ғана. Айналайын қорықпай отыра бер, әкеңізге тегіспеймін уайымдамай о. Ақтұржан сөзіңізді неге бөлем ай? Мен ешкімге жеребемен айтыстық демегенем, қазылар бізді жұптап отыр еді, біз жұпталған жоқпыз ғой өгай жеребемен ай. Астанам еледің ғой жайсаң игі, тарихыңды әрине ел таниды, қыз бен қыздың айтысы қызық нәрсе, бір-бірінің бақтары жанса дейді. Қанекей көрермендер қол соғыңдар, алдарыңа шықты екі өгай Айша бибі. Қазақпыз ұшып келген ғарышқа да, сондықтан болып отыр намыс жаңа. Цифрландыру біздерге тақырып боп, шықтық қой біздер тағы табысқа да. Заманауи зымыранмен ұшып барып, айтысып отырармыз өгай Марста да. Ақнұржан сахнаға сән боп қалдық, жарқыраған осында шам боп қалдық. Жігіттерді менсінбей отыр едік, енді жалғыз жігітке өгай зар боп қалдық. Демеймін бұл жігіттер бұзық боп тұр, ақындарың өлең жырын үзіп кеп тұр. Айналайын жігіттер, мен айтыстым ғой, маған мына семен айтысу қызық боп тұр ай о. Цифрлы заман келсе сыздамайық, күз келсе қыс келді деп мұздамайық. Ұлдарда мінез болсын ұлға лайық, қыздарда қылық болсын қызға лайық. Ұлылар жалғап кеткен ұлы жолда, ұрпаққа жалғасатын із болайық. Цифрлы Қазақстан аясында, цифрдың айдынында мұз жарайық. Цифрлы Қазақстан өлкесі бұл, сондықтан біз жасайық жүз ғажайып. Көрінсін осы жерде ісіміз дәл, халыққа ұнар сіздің ісіңіз бар. Ағайын қолдап отыр, осы менен алдыңа келді аққу құсыңыз дәл. Қос қыз болып шықсақ та, бұл біздердің 10 жігітке татитын күшіміз бар ай о. Жігітке татитын күшіміз бар ай.
айтысайық тосылғандай болып қалмай, сахнаны әсемдікке толтырдық қой, бізбенен осы орта толыққандай. Екеумізді әп-әдемі жұптап берді, Сарақын мен Ұлбике өгей жолыққандай. Астанам өзің едің өңір игі, әрқашанда көтерер көңіл күйді, левый және правый боп бөлінгенмен, бірігіп сүріп жатыр өмір қилы, жағалауы бұл жердің бөлінгенмен, аралары ешқашан өгей бөлінбейді. Жігіттерде осында шығып еді, ай, барлығы қоладан да үміттенді, және деп қыздардан да үміттеніп осынау сахнаға кіріп келді. Екеуміз жұпталып қап отырмыз ғой, шаңғаптырып кеттік ау өгей жігіттерді. Жақсы нәр алғанбыз, туады әп-әдемі анадан қыз. Айналайын ұмытпа жігіттердің елеусіз қабырғадан жаралғанбыз, ай о. Негізі екеумізде кекілдедік, сахнада сүйкімді өтімдедік. Қос ару боп шыққан кезде ел алдына сылдыр сөзбен сыйымызды кетірмелік. Екеуі қандай айтыс жасайды деп халық тотыр аламанның шетін көріп. Ал енді қиқу салып қолда желім келгенде дәл осындай шешімгенік. Қос ару боп алдыңа келіп тұрмыз, бір ананың қос бұрымы секілденіп, ай о. Демеймін бір-бірімізді ұнатпайық, отырайық екеуіміз шуақ шайып. Өзің айтқан тарихта қыздар өткен, айтыста айналаға шуақ жайып. Дәл солардың жолы мен айтыс жасап, арулардың ақ туын құлатпайық, ай о. Жақсы айтыс жасап тұрмыз осы біздер, күйші емеспіз әрине күйік тұрар. Жігіттерден қабырғасынан жаралған деп, бұл ақ нұр бізге ойда жиық тұрар. Дегенменен бір сөзді мен айтайын, үнжу қыз мына саған сыйық тұрар. Алашы аялаған арулардың бағасы әрқашанда өгей биік тұрар. Көріндік көркем ойдың әр тұсынан, осы менен айтысты аяқтайық. Демеймін сөз айттық қой жартысынан, осы менен айтысты аяқтайық. Теңіз дәмі білінер өгей тамшысынан. Отырған бұл үнжудің сәні жақсы, осында айтар әннің дәмі жақсы. Тараз бенен Алматының арасында Альфарттан басқасының бәрі жақсы, ай о.
Жужан, мен өзіңді тірек көрем, ақ нұрға жыр арнаған жүрекпенен. Құрбышан, қайда болсан аман болшы, жүремін ғой саған деген ақ тілекпенен. Сақынада құрбы боп қоштасайық, қатар жүрсек арадан қыл өтпеген ай. Ой, рахмет. Қиыннан қиыстырып, тамаша айтыс жасаған екі жұпқа қошеметтеріңіз болсын. Бір ананың қосбұрын мұндай деп жаңа тамаша айтты. Ойда жоқта осындай тамаша айтыстар шығады. Көңілдеріңізден шықты ма ағайын? Ендеше алғашқы жұптың бағасын берсеңіздер. Болды, түсінікті. Қазылар алқасы өздері ақылдасып шешеді. Екінші жұпты ортаға шақырамыз. Бірінші болып сахнаға шығатын Нұрислам Рағат, Қостанайдан келген жүйрігіміз. Мейіржан Баршынбай, Павлодар. Ой, қызыл тілдің ағытса меншідерін, бағамды ықыласыңмен берші менің. Астана тарихқа тұнып тұрған қазақтың қазыналы меншігедің. Батырдың да даласы, ақынның да әннің де әуелеген сеншің едің. Қазақтықтың иісі аңқып тұрған біздерге рухани төрсің елім. Қола домбыра айтысын жасап жатқан өлеңім өздеріңе елші менің. Өзендей жер астынан ағып жатқан өзегіме нәр берген сенсің елім. Финалға ел шығарса дәнекер боп, алдында қарызымыз бар өтелмек. Жүйріктерден топ жарып сенде кепсің, мәселеңді көрейік қанетер кеп. Елеңдеп отырсың ау жан жағыңа, қорықпай қамшыңды бас тәуекел деп. Екінші айналым деп тосылмастан айтысты қыздырайық ал екеулеп. Риза болып қайтсын ел жақсы айтыста. Риза болып қайтсын ел осы айтыстан, жақсылардың жалғасы бар екен деп. Халық бізге болғанда құбыладай, жолымнан жаңылмаспын бүгін оңай. Ассалау мағалейкум Мейіржанға, мені көріп ішің бір жылымадай. Жау көргендей қарайсың жұп болғанға, бауырым түсінейік мұны қалай. Бір білгенің бар шығар дегенменен, әй осы көз қарасың тұрынамай. Неде болса тәуекел деп көрейік, сөзіңе е болғайсың тілің абай. Арқырай жөнелмесең әптегеннен, бүгін саған бұйырмас тұғыр оңай. Жырменен сусындауға жұрт келгенде, қауқарың осы жерден құрымағай. Ел сусап келгенінде болып қалма, құдыққа жетіп сынған құмырадай. Топтағы біреу едім қара кердің, ендеше мәре жаққа дара келдім. Жау құсап түнересің дейді маған. Нұрислам, болмас сөзге сала бердің. Жауласпай-ақ екеуміз сахнада, жауының құйдырайы қар өлеңнің айғаяға. Жолында дүниенің ақ-қара көп адамдар бірін-бірі даттап әлек. Киелі керекуден топқа кірдім. Ағайын қолдап отыр тоқтама деп. Туған ел анам бүгін топқа қосты.
айналада сорын көп бақтара деп, ара жігін арыңның ажыратып, ала жібін ешкімнің аттама деп айқай ағау. Ай, ай. Қалайша ақын жырды жазады ұсақ, бұндайда қызыл тілден ғазал ұшат. Екі қыз айтысқаны тарих болды, қалайша шын тарихта тозады сәт. Екеуі бізге зар боп қалыпты ғой, сонша қатты қиналып аза құсап. Екеуіміз мына жерге жиылыппыз, кіршіксіз кірленбеген таза құсап. Алдарыңа ағайын келіп тұрмыз, әйелінсіз жиналған бажақ ұсап айғай ағау. Ай, ай. Нұрислам, жүзің маған жарық еді, шығып ап бір әуенге салып еді. Жүрген жерден жүлде алмай кетпеуші едің, атағыңа мына жұрт қанық еді. Бұл бала өткен жылы бір аптада 2 бірдей бас жүлде алып еді. Ен тандайдан түрлі өлең шығар, еңбегі шын ақынның ерен шығар. Екеуімізді жұптаған қазылардың ақылы кемел десе кемел шығар. Апталап жүлде алатын Рағатовтың аптығын басып берсін деген шығар. Айқай ағау. Ай, ай. Ой, бауырым, отырып ап ісіңдің ғой. Жоқ әлде отырсың ба күшің келмей? Інжу мен Ағнұрларды зар болды деп, Мейіржан өлеңіңді кішірдің ғой. Мен Айшаны көтеріп айтыспем, мен Айшаны көтеріп айтыспем, және де аузыммен құсылдым ғой. Ой, өзің сен Ағнұрды мына маған зар болды деп, қазағымның аруын түсірдің ғой. Ой, айтыста десең егер дара келем, ұзаққа бармайсың ау жаламенен. Қолаға лайық емес дегеніңе, айтшы енді мен қандай баға берем. Жасанды интеллект деген нәрсе, жасанды интеллект деп жатырмыз, бейімделіп жатыр ғой соған әлем. Мысалы ChatGPT шықты қазір, іздеген ақпаратты таба берем. Жаз десең жазып береді көп нәрсені, құра десең құрайды қара өлең. Ол тіпті айтсады керек десең, қартпенен қарамайды баламенен. Ой, таңғалатын түгі жоқ ChatGPT, мынадан қатты айтса шамаменен. Ой, Мейіржан жігіт десем бар ақылың, жүйрік боп шаршы топта шабатығын. Менімен айтысатын ойың жоғау, әр сөзіңді болсақ біз бағатығын. Қарсылас деп ненақты тиіспейсің, түрің жоқ, және жауап табатығын. Қызық айтыс жасасақ болар еді, көрген жанның құмары қанатығын. Өзіңмен өзің шауып айдалаға, айтыстың тапқандайсың жаңа түрін. Ой, өзбектің боксерындай болып отсың, ұрмай ақ ұпай жинап алатығын.
жырларың десем селдетер, құрғақ сөз айттың шөлдетер, арасын сөздің былғама, бағасын оның берме кел. Ақмақ жандай сөйлеме, екі аяғым сорлатып жарты күні жолды өтер. Тартысқың келсе бауырым, даваңа бүгін ем жетер. Тәуекел деп көрейін, белбеу немесе белгетер. Тұсауланған тұлпардай бір орынды шаңдатма, бостан бос өзін терлетер. Ойланбай тұрып сөйлесең, айтатын ойың кем кетер. Көздегеніне тимей қап, мылтықтан көрген аңшыдай болып отырсың сен бекер. Жағадан алмай жауымдай татуласып айтсаң, мейіржан бауырым нең кетер. Болар елдің балалары бір-бірлерін тілдемей батыр деп көкке өрлетер. Бір-бірімізді көтерсек, қара көз қыздар бой жетер, ұлдарың текті ер жетер. Сонда ғана ағайын ынтымағымыз жарасса, бақытты ғұмыр сенде өтер. Ой, күліміз көкке ұшқаннан, төбеміз көкке тез жетер. Біз отқан сарыарқаның төс емес пе? Бұл деген қар өлеңінің көші емес пе? Қазақ қызың түсірді дейді маған. Айтқан сөзің мынау бір кеш емес пе? Суперфиналға інжумен бірге шықтым. Жағдайымыз біздердің бес емес пе? Керісінше түсірмей қазақ қызын көтере алды деген осы емес пе? Айқай ағау, ай, ай. Ай, жанымдағы бұл бала кекілді ғой. Жырдан біраз төгілтіп жетілді ғой. ChatGPT жазған деп өлеңдері шығаса бізге қарай секірді ғой. Арзан сөз айтқаныңыз жарамайды. Бұл сонда қандай сөзге несіне бекінді ғой. Шығаса бұл несіне бекінді ғой. Сөзінің бәрі арзан болып кетті. Өзінің сөзін жазған секілді ғой. Айқай ағау, ай, ай. Бауырым айтыстан соң налып жүрме. Аулыңа риза болмай барып жүрме. Төкпелетіп аншы деп бірден айттың. Алатын адам құсап анық жүлде. Төкпелетіп отырып айналайын. Орта жолдан төгіліп қалып жүрме. Айқай ағау, ай, ай. Арланның бір ақсиған азуындай болып тұр Нұр Исламның сазымындай. Мандайың жапондарға келеді екен. Даланың гүл шықпаған жазығындай. Қабағың өзбектердей қатулы ғой.
Болама қар өлеңнің сезі қонбай, болмай тұр ақында бір сезім ондай. Шашыңда кәрістерге келеді екен, ал көзі бір қылқиған қытайлардай, көзі қылдай. Түріңіз қызық болып кетті ғой, бола мекен адамның өзі мұндай. Түріңізге қайраңғап отырмын ғой, асыққан студенттің жазуындай. Айқай аға тілеуімді тілесе мың алашым, қарайса қалайша елден жағдай сұрамасын. Өзінікін ChatGPT жазды ғой деп Мейіржан осылайша жыламасын. ChatGPT жазды деп отырсың ба, сенен мықты өлеңді құрағасын. Мұнауың мән мағынаға қарамайдау, домбырасын бекерге сабалайдау. Ерді де түсіресің аруды да, кішкентай шығарасың баладайдау. Қазағыңды теңедің басқа ұлттарға, неменеге шығардың баладайдау. Сабанға түсірейін бүгін сені, тереңірек керек қой саған ойлау. Бұл сөздерін қоланы алмақ түгіл, ұстап көру үшін де жарамайдау. Бауырым арзан сөйлеп семіресің, бұл елім Нұрисламның өңі десін. Досыңды теңеп отсың басқа ұлттарға, байқасам бұл қайғыны жедінесін. Қазақтың аруы мен жігіттерін түсіруден басқа сен не білесің? Рахмет, құрметті ақындар, уақыт болды, айтыс аяқталды. Мейіржан. Бауырым шыға салып өрілесің, дұрыс өлең құрауға ерінесің. Дейсің түсіруден басқа ештеңе білмейді деп. Дегендей сөз құрадың жеңілесің. Түсіруден мен түсіріп отқам жоқ. Достарымды түсінбеуден басқа сен не білесің? Мынауың шыға салып өрлейді ғой, қолына домбыра алса терлейді ғой. Қоланы ұстап көре алмайсың деп, керегін өзін әкептен дейді ғой. Мынандай өлеңіңе қола түгіл, айналайын қола да бермейді ғой. Айқай аға Мейіржан, болды. Қазағым қалықтаған қыран елсің, шапқанда шаң жуытпас құла керсің. Бабалардан мирас боп қалып кеткен ұлы дала төсіне мұра керсің. Іргемізден қуаныш ажырамай, әр қазақ күнде думан қыла берсін. Ер білек батырларым аттан түспей, жел бірек көк байрағым тұра берсін. Айқай аға. Рахмет, екі ақындарға қошеметтеріңіз болсын. Айтысты бірінші бастаған, сен бердің Мейіржан? Нұрислам Рағат Қостанай. Тұра тұр, Мейірбек. Мынау бал беруге әбден үйреніп қалыппыз. Екі қыздың айтысынан кейін, мына екі ұлдың айтысынан кейін бізге бір 5-10 минут керек, және бұл айтыстың жеңімпазын анықтау үшін қалайда суперфинал қажет сияқты.
Жақсы, қазылар алқасының ақылдасу. Кіммен кім шығатынын анықтауға бізге 5 минут беріңіздер. Мына жерде айқайласқанымыз ұят болар. Жақсы, естілмейтін жерге барайық.